Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте пайдалы және сіз еш жерден көрмеген дүние жасайтын боламыз. Бұл витамин С, табиғи витамин С. Қыстың күндерде балаларға өзімізге өте пайдалы болмақ. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап бірге жасаңыздар және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Өте пайдалы. Алдымен бізге керегі смородина тазалап жуып аламыз. Суын көп етіп жуған сайын мындай шөптері өзі түсе бастайды. Оның шөбін тазалаудың қажеті жоқ. Өте ұзақ уақыт алады тазалайтын болсақ. Сондықтан осылай суын көп етіп қайта жуып аламыз. Сонда суымен шығады. Міне тазаланған смородиналар жуылған, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Міне барлығын осылай өткізіп аламыз. Және барлық заттардың мөлшері төменде жазылған. Дәл осылай лимон және апельсинді де турап, ішіндегі дәндерін алып, міндетті түрде дәндерін алыңыздар. Осылай турап алып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Лимон және апельсин, смородина. Төменде барлығы жазылған, сонда да айта кетейін, 2 килограмм смородинаға 1 килограмм апельсин, 1 килограмм лимон. Және оған қант мөлшері 5 килограмм қант қосылу керек. Ет тартқыштан өткізілген заттарымыздың барлығын қосып, үстіне 5 килограмм, яғни 5 келі қантымызды салып, араластырамыз. 2-3 сағат шамасында қант ерігенше қалдырамыз. Арасында араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Қант еруі керек. Ал смородинадан жасалынатын вареньяны мен дәл осылай жасайтынмын, тек не қосылмайтын. Лимон және апельсин қосылмайды. Смородина мен қант бірге бір мөлшерде. Осылай ет тартқыштан өткізіліп. Міне біздің қантымыз еріп, витамин С дайын болды. Өзіңізге ыңғайлы контейнерлер, осындай бөтелкелерге қойып, морозилкада 1 жылға дейін сақтауыңызға болады. Қыстың күні өте пайдалы, табиғи витамин С, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.